Поехали. Қазақстан Республикасы келер жылы тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлауға аяқ басуға жақын қалды. Біз бұл жылға қалай жеттік? Тиімді институттарымен және дамыған экономикасы бар танылған мемлекет. Халықаралық саясаттың ықпалды мүшесі, мұның бәріне 3-10 жылдықтың ішінде дербес қол жеткізді. Бірақ уақыт өте келе жас ұрпаққа тәуелсіздік кездейсоқ оқиғалар тізбегінің нәтижесі болып көрінуі мүмкін. Алайда олай емес. Желтоқсан айы 1991 жыл тарихи сәт. Тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы Нұрсұлтан Назарбаевқа жалпыға ортақ белгісіздік жағдайында тұрған жаңа елдің іргетасын қалау үшін барлығын жасауға тура келді. 91 год в целом, он был вообще очень сложный для всего бывшего Советского Союза, для нас в том числе. Власти в центре нет. Советский Союз валится по собственной тяжестью собственных ошибок, кривой экономики, который стоял на голове, а не на ногах. И это совершившийся факт. Көреген және прагматикалық саясаткер ретінде Қазақстанның тәуелсіздікке көшуінің іргетасын Нұрсұлтан Назарбаев алдын ала дайындады. 1990 жылдың қазан айында мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылданды. Ал 1991 жылғы тамызда әскери саяси күштің қарсылығына қарамастан ерікті шешіммен Семей ядролық полигонның жабылғаны туралы жариялады. Бұл тәуелсіздік жолындағы алғашқы белес болды. Тәуелсіздікке апаратын қиын жол Қазақстанның халықаралық аренадағы қазіргі жетістігін айқындады. Сол оқиғалардың куәгерлері тарихи бетбұрыстың қалай болғанын айтты. Тәуелсіздік алғаннан кейін біз өз ана тілімізде білім аламыз. Өз ана тілімізде еркін сөйлей аламыз. Ойымызды жеткізе аламыз. Себебі біз еркін қазақ даласының балаларымыз, ұрпағымыз. Аңсаған арманымыз сол болатын. Қазақстанды тәуелсіз мемлекет ретінде танығаннан кейін әлемнің барлық елдері қазақстандықтарды құттықтай бастады. Бұдан былай Қазақстан барлық мемлекеттермен өзара қарым-қатынасын нығайтып, халық құқығы қағидаттарымен қарады. Тәуелсіз елімізде мақтану бір бөлек, ал оны сақтап қалу одан да қиын. Осы жолда біз қиын кезеңдерді бастан өткеріп, шекарамызды бекітіп, ұлттық валютамызды қалыптастырып үлгердік. Баршаларыңызды тәуелсіз мерекесімен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.